Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Біз сендерді ғажайып әуендер әлеміне шақырамыз. Ғажайып әуендерді есту үшін ноталардың жұмбақтарын шешіп, тапсырмаларын орындауымыз керек. Кәне, мұқият болыңдар. Өзі сұлу әдемі үш жаңғақтың иесі. Көйлек киіп кәделі ханзадамен биледі. Ол кім балалар? Күлше қыз, дұрыс айтасыңдар. Қане енді, күлше қыздың ғажайып әуенін тыңдау үшін көзімізді жұмайық, ертегі әлемінде жүргендей болайық. Күлше қыздың үш жаңғағы бар. Күлше қыз жаңғақты лақтырып жібергенде, оның ішінен әдемі көйлек шыға келді. Күлше қыз қуанып кетіп, әдемі көйлекті киіп алып, ханзаданың бал кешіне барды. Оны көрген ханзада күлше қызды биге шақырды. Екеуі қол ұстасып, әсем би биледі. Балалар, сендерге күлше қыздың ғажайып әуені ұнады ма? Күлше қыздың неше жаңғағы бар екен? 3 жаңғағы. Жаңғақтың ішінде не бар екен? Әдемі көйлек. Күлше қыз кіммен биледі? Ханзадамен биледі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді көк нотаның жұмбағын тыңдайық. Ғажайыптар мекені сан қызықтар шертеді. Бауырсақ пен жетілақ, аңқау қоян туралы бәрін содан білесің. Ол не балалар? Дұрыс, әрине ертегі. Қане енді бәріміз бірге әжем айтқан ертегі деген әнді үйренейік. Мұқият тыңдайық. Балалар, бұл әнді жеке немесе үлкендермен қосылып, топпен орындауға болады. Өздеріңнің қалауың бойынша әнді жаттаңдар. Балалар, енді жасыл түсті нотаның тапсырмасын қарап көрейік. Бұл нота бізді ойынға шақырады. Ойынның аты бұл үйдегілер не істеуде. Ойынның шарты бойынша 3 үйдегі балалардың әрекетін музыка арқылы табуымыз керек. Бірінші үйдің музыкасын тыңдайық. Балалар, бұл үйдегілер не істеп жатыр екен? Дұрыс, маршпен жүріп келе жатыр. Енді екінші үйдің музыкасын тыңдайық. Бұл үйдегілер не істеп жатыр екен? Я, дұрыс, бұл үйдегілер билеп жатыр екен. Енді үшінші үйдің музыкасын тыңдайық.
Бұл үйдегілер не істеп жатыр екен? Ұйықтап жатыр екен. Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Балалар, ғажайып әуендерді тыңдап, тамашалағандарыңа көп-көп рахмет. Әр күндерің ғажайыпқа толы болсын. Менің жазған тапсырмамды орындауды ұмытпаңдар. Мен сендерді асыға күтемін. Сау болыңдар.